Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге түрік халқының симит деген осындай бөлкелерін немесе лепешка кім қалай атайды, осындай симиттер дайындайтын боламыз. Қараңыздар, қандай жұмсақ және пышный болып шығады. Керек рецепттердің барлығын описаниеге қалдырып кетемін, сол жақтан көрсеңіздер болады. Үйде бар заттардан жасалынады, ондай көп уақыттарыңызда кетпейді және иісі өте аңқып дастарханның сәнін келтіреді. Олай болса, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін тұз бен ашытқымызды саламыз. Керегінше қант саламыз. Жақсылап бір араластырып алыңыздар венчикпен. Одан кейін жұмыртқамызды араластырып салып, барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып отырып, бірінші венчикпен, одан кейін қолымызбен жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Неғұрлым қамырды жақсылап илесеңіздер, біздің бөлке нандарымызда, яғни симиттерімізде соншалықты күшті болып шығады. Қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін, кішкене шемішке май құйып, қайттан бір қайтарып, бетін жауып қойып қойыңыздар. Біздің қамырымыз көтерілді, 1-1,5 сағаттың көлемінде көтеріледі. Одан кейін қамырымызды алып, өзімізге керек бөлшектерге бөліп аламыз. Мен алдымен бірінші өлшеп алдым, одан кейін 6 бөлікке бөліп алдым. Сіздерде сөйтіп бөліп алсаңыздар болады. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін, оларды қайттан қайтарып илеп, яғни бетін жауып, көтерілгенше 10-15 минутқа қайттан қойып қоясыздар. Мінекей біздің қамырларымыз әдемілеп жақсылап көтерілді. Енді осыны алып, 2 бөлікке бөліп, лағман созғандай ғып, былайынан видеода көрсетілгенде өстіп созасыздар қолдарыңызбен. Екеуін созып алғаннан кейін, видеодағыдай бір-біріне орайтын боласыздар. Яғни осылайынан орап, арқан жіп құсатып орайсыздар қазақша айтқанда. Одан кейін екі жағын жақсылап түйіңіздер, бір-бірінен ашылып кетпесін. Мінекей тағы да бір рет көрсетейін. Былайынша оп-оңай. Май жағудың, ештеңе қылудың қажеті жоқ. Бағана жаққан майымыз сол бізге жететін болады. Одан кейін бізге осындай су мен медті араластырып аламыз. Одан кейін кунжут керек болады. Ең алдымен осылайынан бір бетін суымызға бастырып, одан кейін кунжутқа басырып, тапамызға салатын боламыз. Өте оп-оңай. Бұл жерде бізге мед пен су керек. Ол үшін жылы суға 2 ас қасық медті алып араластырып салып аласыз. Мінекей қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып шығады. Жасалуы да оп-оңай. Жасап көріңіздер. Менің рецептім сіздерге ұнаса, маған подписка басып, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Қош сау саламатта болыңыздар.